болып қошеметтеп отырсаңыздар. Мектеп сапқа зел Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұраны орындалсын. Қайырлы күн, құрметті ұстаздар, құрметті ата-аналар, құрметті біздің түлектеріміз. Бүгінгі соңғы қоңырау мерекесімен сіздерді шын жүректен құттықтаймын. «125 хайскул мектебі желісі Қазақстан бойынша 15 мектебіміз бар. Соның ішінде биыл 2022-2023 оқу жылында алғашқы рет Семей қаласында биыл ашылып, 120-ға жуық оқушымыз түлеп ұшып жатыр. Соның ішінде 9 алтын белгі үміткері, 15 үздік аттестат үміткерлері, қалған екпінділер. Бұндай Семей қаламызда болған емес. Сынып менторы Аяжан Шалқарқызы. Сыныпта Семей қаласы Шәкәрім университеті конференциясының лауреаты, биология және химия пәндерінің республикалық, облыстық, қалалық кезеңдерінің жеңімпаздары. Қазақстан тарих пәнінен өткен 10-11 сынып арасындағы үздік тарих сайысының 2 мәрте жеңімпаздары, ғылыми жобаның облыстық кезеңінің жеңімпаздары. Ұлы Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына арналған өнер және ғылыми теориялық конференциясының 3-ші дәрежелі диплом иегері, 125 хайскул мектебінің желтоқсан, наурыз, сәуір айының үздік сынып жеңімпаздары бар. Алдарыңызда Оксфорд сеньор сыныбы. Марат Ералы оқу
екпінсі 125 High School семей мектебінің үздік тарихшысы. Қалиев Сенат 125 High School семей мектебінің үздік тарихшысы. Қараша айының 25%, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр айларының 30% грант иегері. Өмірбекова Шұғыла оқу екпінсі елбасы медалі иегері. Серікқалиев Рауан үздік оқушы, қараша айының 50% грант иегері. Аңат Замира оқу екпіндісі. Сәкенұлы Ермек оқу екпіндісі. Кәріпжан Тұран оқу екпіндісі. Болатбек Назерке оқу екпіндісі. Жалелов Ханет оқу екпіндісі. Алдындарыңызда болған Оксфорд сеньор сыныбы. Кембридж сеньор сыныбы жалпы оқушы саны 21 оқушы, озат оқушы саны 2, алтын белгі иегері 2, үздік аттестат иегері 2, сынып менторы Жалел Әсем Даниярқызы. Сыныпта халықаралық орыс тілі олимпиадасының 1-ші дәрежелі диплом иегері. Жалпы білім беретін пәндер бойынша облыстық олимпиадада Қазақстан тарихы пәнінен 3-ші орын жүлдегерлері. Зерде ғылыми жобасының 2-ші орын, 125 кат-деват турнирі 1-ші орын иегерлері бар. Алдарыңызда болған Кембридж сеньор. Балы математика ғылыми жоба қалалық облыстық 3-ші орын аттанған Принстон сеньор сыныбы. Қарсы алыңыздар. Базарбаева Ақниет оқу екпіндісі. Жоламан Мади оқу екпіндісі. Сағынбек Мадина оқу озаты, үздік аттестат иегері. Қажымұқанова Анель оқу озаты, үздік аттестат иегері. Мирамгазинова Диннаш оқу екпіндісі. Симбаев Мади оқу екпіндісі. Ақпан айының үздік оқушысы. Мұратқан Темірлан оқу екпіндісі. Смағұлов Нұрдәулет оқу екпіндісі. Мұратқызы Жанерке оқу екпіндісі. Қараша, ақпан. Қадірлі аталарымыздың атынан Омарғазина Алмагүл Берікқазиевна, Қадырбаев Асхат Маратович, Базарбаева Жанар Жүнісбековна, Садықов Ерсін атты аталарымызды сахна төріне шақырамыз. Ата-аналарымыз, құрметті ата-аналарымыз сахна төріне орындалсаңыздар. Құрметті оқушылар, қол соғып отырайық ата-аналарымызға. Құрметті ата-аналар, ұстаздар, оқушылар, сіздерді бүгінгі мерекелеріңізбен құттықтаймын. Бүгін балапандарымыз қанаты қатайып, үлкен өмірге шыққалы тұр. Құрметті оқушылар, Алла расуларыңыз биік болсын. Біз сіздермен мақтанамыз. Ерекше Семей 125 High School әкімшілігіне, ұстаздарына, ментор апайларына және директорларымызға алғыс білдіреміз. Мектептің болашағы зор болуына тілектеспіз. Осындай жоғары сыныптарды ұмыту бақытында психологиялық дайындық және мамандық таңдауға үлкен көмек көрсетіп отырған 125 High School мектеп жүйесі жасай берсін. Расында, алғашында күдікпен қарап едік, бірақ оқу жылы аяғына қарай өте үлкен нәтиже көрсетіп, жетістіктерге жетіп отыр. 125 High School ұжымы сіздердің еңбектеріңізге табыс тілейміз. Саналы, рухани дамыған оқушыларыңыз көп болсын. Түлектеріңізге сәттілік. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті жиналған қауым. Бүгін біздің балаларымыздың атаулы мерекесі. 11 жыл оқып, білім, тәрбие алып, мектепті аяқтап, үлкен өмірге қадам баспақ. Бүгін бастайын деп тұр балалар. Таңғалу бір сәт. Таңғалдыру ол адамның өмірінде, ғұмырында мүмкін болмайтын кездерде болады. Бірақ аз уақытта 125 High School мектебі өте үлкен
нәтиже көрсетіп, Семей қаламызда танымал мектептердің бірі болып, қаншама адамды таң қалдырып отыр. Бабаларымыз табанмен басқан жерді балаларымыз қаламмен бассын деп, ізгі ниетпен балаларымызды осы мектепке әкеліп бердік. Саналы да сабырлы ұл мен қыздар тәрбиелеп жеткізген ұстаздарымызға мың алғыс. Жемістеріңізді, осы алдарыңызда тұрған тілектеріңіз жақсы жетістіктермен жеткізіп, мақтан тұтатындай болар. Құрметті ата-аналар, қуаныштарыңызда ортақпын. Ал енді қымбатты тілектер, еліміздің елеулі, халқымыздың қалаулы азаматтары болыңдар. Болашақтарын жарқын, жолдарын ақ болсын. Тәуелсіз еліміздің бүгінгі самғаған қанаттарын алмасын. Ақ жол. Сәлеметсіздер ме, қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен үшін бұл өте құрмет, себебі Абайдың киелі шаңырағында қаламыздың сәнді осындай ортасында балалардың қорғау күнімен сәйкес келген тұңғыш бітіруші 1 маусым ерекше түлектердің алдында сөз сөйлеу мен үшін үлкен құрмет. Енді құрметті ата-аналар, оқушылар және оған ұстаздар, 2022-2023 оқу жылының аяқталуымен және оқушыларымыздың жаңа өмір кезеңдеріне аяқ басуымен сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Ата-аналарға айтарым, баланың өмірінде ата-ананың орны өте маңызды рөл атқарады. Сіздерден тек қолдау қажет. Оқушыларымыздың арман мақсаттарын бір емтихан, бір баға тоқтатпасын. Сіздерден мейірім, махаббат пен қолдау сезімдерін алған оқушыларымыз келешекте әлемді қалай бағындыратын бірге тамашалайық. Ұстаздарымызға қайталаудан жалықпайтын, болмысында жомарт, оқушыларымызға үлгілі, өзінің бойынан білімі мен құндылықтарын бөлісіп жүрген қадірлі ұстаздарымыз, алтын уақыттарымыз үшін, қоғамның гүлдену жолында атқарылған жұмыстарымыз үшін алғысымызды білдіреміз. Бітіруші түлек, тылсымы терең, ғажайбы мол, ғылым мен ілімді талап ететін бұл әлемде қанаттарыңызды жайып, көкжиектеріңізді кеңейтіп, қоғам, ел, келешек ұрпақ үшін игі істерді жауапкершілікпен алып шығуларыңызға тілектеспін. Ниеттеріңіз түзу, ойларыңыз тұнық, жүректеріңіз таза, мінездеріңіз көркем болсын. Ақ жол! Разрешите в двух словах еще раз выразить свою огромную благодарность профессионализму педагогического коллектива школы 125 High School, грамотному руководству, замечательным и ответственным учителям, кураторам, психологу, профориентологу, всем, кто работает во благо будущего нашей страны. Спасибо за то, что воспитали, обучили наших детей и подготовили к КНТ. Это очень ответственный шаг, и за это вам огромное спасибо. Ата-аналарымызға көп рахмет.
Оқушыларымызды орындарына жайғастырсақ. Келесі кезекте мектебіміздің өнерлі оқушылары Асылжан мен Аружанның орындауындағы әсем әнді қабыл алыңыздар. Асылжан мен Аружан және Мағауияның орындауындағы әсем әнді қабыл алыңыздар.